Ассалаумағалейкум, бүгін мінекей 21 қаңтар 2025 жыл. Біз қазір мына Төле би автогаз территориясына келіп тұрмыз. Осы жерге жаңа қала әкімі өзінің бүгінгі жаңағы территорияны объезде жүр ғой. Молодец, мен әкіміме ырзамын. Қар жауа ма, жаңбыр жауа ма, ол жұмыс тоқтап жатқан жоқ. Жаңа өздеріңіз де көрдіңіздер, біз түсірдік. Енді айтайық деп жатқанымыз мынада, тұрғындардан, осы айналада тұратын тұрғындардан газдың иісі шығады, анау мынау деген жаңағы арыз түскен болатын. Оны енді соған қала әкімі және басшылықтармен бірге кіріп, осы іште не қылып жатыр, жаңағы анықтап жатыр. Арызданған кемпір мен шалды іште екен, оларға да айтып түсіндіріп жатыр. Мен енді өзім естеріңізде ме, Жетісайда газды барып түсірдім ғой, негізі газ иіссіз болады. Газды міне қараңыздар, осындай жиженый газдарды әкелген кезде ода иісі обязательно болады. Сол кезде айтқан болатын, біз газдың ішіне ана сасық иісті әдейі ендіреміз деп. Егер ойтып газдың ішіне сасықты енгізбесе бар емес пе, адам уланып өліп қалады, өзі білмей қалады газдың шығып жатқанын. Өйткені газдың иісі жоқ, шығып жатқанын сіз де сезбейсіз. Искелеп отырып адам өліп қалады. Сондықтан өліп қалмас үшін, жаңағыдай жағдай болмас үшін газдың ішіне, мен қазір аты есімде жоқ, әдейі сол присадканы саламыз деді ғой. Сөйтіп сасып тұру керек та. Бұл кісілер енді осы жерге келіп, жаңағы газды неден алып басқа нәрсеге салған кезде иіс шығатын болса керек. Оны енді әрине герметичный бәрінің болғаны абзал ғой. Бірақ қалай болғанда да қазір іште маман айтып жатыр, бәке, газдың иісі қалай болғанда да болады. Бұл өз бұрыннан промзона еді, осы жерде бар тұқын дейді. Ал оны 0 градусқа газдың иісін шығармайтындай істейтін жағдай емес. Мен де бір шетінен түсінем мынау кәсіпкерлерді. Өйткені бұл промзонаның тура жанына келіп үй салып алғаннан кейін тұрғындар әрине қиналады. Бірақ бұл жерден шығып жатқан газың сонау қаланың ортасынан барып жатыр дегенге қайдам мен өзім ондайға сене бермеймін. Енді экология департаментінің басшысы бар ғой, олар өздері дәлелдеп беріп айтып көрсете жатыр. Қалай болғанда да мен тұрғындарға айтқым келеді, газ сасық болмаса өмірімізге қауіпті болады. Сондықтан иіс шыққанда тұрған ештеңесі жоқ, ең бастысы өзіміз аман болсақ болды. Сіздердің болған Бақытжан Көпбаев, сау саламат болыңыз. Өзіңіз таныстырып жіберсеңіз енді кішкене. Қозыбаев Ермахан Тастанбекұлы. Иә. Ереке. Шымкент қаласы бойынша экология департаментінің басшысы. Иә, міне экология департаментінің басшысы деп. Енді қазір мына жерге газдың иісі шығып жатыр деп ана кісі арызданып келіп отыр ғой, сонымен жиналды. Енді анықталды ма газдың неден шығып жатқаны? Жоқ, енді бұл жерде былай қараған кезде утечка газы деген ол потеря мекеменің ол уже потерясы болып шығыны есептеледі. Бұл кісілер ондай шығынға жұмыс істейтін адамдар емес деп ойлаймын, өйткені қазіргі заманда ешкім шығынға жұмыс жасамайды ғой. Жарайды, қой беріңіз. Оны қой беріңіз. Ол екінші вопрос. Жоқ, иіс болуы мүмкін, иіс бар, бірақ ол предельно допустимый концентрация дейміз ғой, ПДК-дан асу фактісі жоқ. Өйткені бұл кісілер жазғы уақыттан бастап арыз жазып жатыр. Жазғы уақыттан бастап арыз жазып жатыр, жазғы уақыттан бастап біз август, сентябрь, октябрь, ноябрь айларында бірнеше рет жаңағы ауадан сынамалар алынған. Ол бірақ шектен асу фактілері анықталған жоқ. Ереке, мен жаңа мынау өзім көрермендерге айтып жатырмын, бұл газдың ішіне арнайы присадка жасайды. Өйткені мен Жетісайда анау газ өткізген кезде болдым да, станцияның өзінде. Айтады, природный газдың өзінің иісі жоқ ешқандай дейді. Сондықтан біз міндетті түрде мынандай жаңағы иіс шығаратын адыратор қосамыз деді. Ол сасығанса адамдар уланып қалады. Сезу үшін, иіс сезу үшін. Бұл кісілерде де сондай жағдай ма? Оны жағын айта алмаймыз, біз қосатын, қоспайтын, біз тексермейміз ғой. Біз қаншалықты жаңағы қоршаған ортаға жаңағы зияны бар жоқ. Зияны бар жоқ. Бірақ бүгінгі күнде анықталған жоқ. Анықталған жоқ. Біз бірнеше рет жаңағы біздің мамандар келіп замер алды. Мына жаңағы жалып жазылған тұрғындардың өздері де қатысты, бірақ жаңағы шектеу асу фактісі анықталған жоқ. Сондықтан жаңағы сізге қатысы бар ма жоқ па сұрақ қоя салайыншы. Бірінші мынау салынды ма, жоқ осы тұрғындар көшіп келді ма? Олар салынған. Жаңа менде осы вопрос қызық болған. Жаңағы осы мекеменің басшысының айтуы бойынша бұл мекеме 1972 жылы салынған екен. Иә, мен Шымкенттің адам білемін ғой. 72 жылы салынған екен. Енді соған қараған кезде тұрғындар кейінге көшіп келген болатын шығар деп өзім ойлап тұрмын. Шығарайды. Олар бұрын баяғы істер кезінде барда айналасында ешкім жоқ. Ана баздан басқа. Өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Ахметов Алдар Райымқұлұлы, Шымкент қаласы санитарлық бақылау департаменті басшысының міндетін атқарушымын. Не бақылау? Санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті. Айдеке өзіңіз бе? Танымай қалдым, бас киімін киіп тұрғанда. Бәке. Айдеке, қазір бұл жерде анықталып жатыр ма енді? Бұл жерде бізге мына осы тұрғындардан бірнеше арыз шағым түскен. Мына экология департаменті мамандарымен бірге біздің мамандарымызды зертхананы әкеліп, осында зерттеу жұмыстарын жүргізген ауаны. Бірақ сол зерттеу нәтижесі бойынша бұл жерде ауа құрамында зиянды заттардың
ауытқуы мына мөлшерден тыс ауытқуы анықталған жоқ. Сіздерде де анықталған. Бізде Сіздің лаборатория. Иә, біздің олардың лабораториясы анықталмады дейді. Сіздердікі де анықталған. Бізде де анықталған жоқ. Иә, ол жаңағы арыз жазған адамдардың осы жергілікті тұрғындардың өздерінің қатысуымен де жасаған. Түнде де олар ол кісілер біз телефондарды берді мамандарымыздың звондап шақыртып, лаборатория шақыртып бірнеше рет зерттеу жұмыстарын жүргізген, бірақ жаңағы превышение берген жоқ. Допустимый нормада. Допустимый нормада. Бірақ сол допустимый нормада да иіс шығуы мүмкін ба? Иіс шығуы мүмкін, иә, допустимый. Үйде де газдан шығады. Шығады ғой, иә. Сондықтан ол бірақ адам денсаулығына зиянды емес. Иә. Әйтпесе бәріміз иіс шықты екен деп заводтың бәрін жаптыра беретін болсақ не қалады? Енді жаңа естіңіздер ғой, бұл енді 1972 жылы салынған объект. Енді бұрын білеміз, мына жердің бәрі ашық еді. Санитар қорғау аймағы сақталған еді. Енді кейін әртүрлі жағдайлармен тұрғындарға үйді сақталып жатқанда ойланбайсың ба? Заводтың жанына алып жатсаң, технический зонаға кіріп жатсың. 1 километр арада болуың керек негізі. Дұрыс па? Егер мысалы айда ол тұрғын үй болып, олардан кейін салынатын болғанда, бұлар 1 километр алыста болу керек еді ғой. Ол енді мынау мощность дейміз ғой, қуаттылығына байланысты. Ең ұзағы 1000 метр, 1 километр. Ол егер жаңағы тәулігінде 1000 кубометрден жоғары болса, одан егер 250-ден 1000 кубометрдің арасында болса, онда 500 метр болу керек. Сөйтіп жаңағы санитар қорғау аймағы азая береді, мощность. Мен нормаларыңызды білемін, 100-200-500 мың. Иә. Бұл енді қазір мен мощностын білмеймін бұлардың енді. Бірақ енді кезінде айтып отырмын ғой, бұл жерде санитар қорғау аймағы сақталған ғой кезінде. Яғни 1 километр осыған дейін жақындатып жердің бәрін сатып берген әкімдерден сұрамаймын тұрғындар. Енді неге біз жақындатасың деп. Дұрыс па? Енді онда өздері біледі ғой. Айдеке, рахмет. Айдеке, одан кейін сізден бір өтініш болып жүрген. Қашан бір интервью бересіз? 2024 жылдың итогі жайлы бір айтып, жеке. Хорошо. Интервью алайық та, бола ма? Бол. Оны дайындалайық оған бір. Иә. Айтыңыз өзіңіз дайын болған кезде. Все, хорошо. Жарай ма? Рахмет сізге, Айдеке. Жақсы. Рахмет. Мінекей осылай, жаңа іште қала әкімі және де барлық осы мекеменің басшылары бәрі бірге жаңағы не қылды ғой? Ақылдасып. Рахмет сізге, Айдеке. Бәрі ақылдасып айтты, жаңағы ақылдасып жүрген шалменген бірге екеуіне айтып түсіндірді. Бәрін тексерейік, анықтайық деп. Шындығын айтсам, сол ғой. Біз СССР кезінен бұрыннан салынған мекеме болғаннан кейін осының жанына жақындап тұрып алып, одан кейін шулай берудің өзі орынсыз ау деп ойлаймын. Сау саламат болыңыздар.